Мен сіздерге Қазақстанның тарихы неғұрлым бай әрі ауқымды екенін көрсету үшін екі мемлекетпен салыстырып көрсетейін. Мысалы үшін Австралия мен Жаңа Зеландияны алайық. Ол мемлекеттер бір 200 жыл ғана өзі тарихы бар. 200 жыл бұрын голландықтар оларды тапты, ашты, яғни одан кейін ағылшындар келіп олды аралдар тартып алды, материк пен аралды мейлі. Одан кейін не істеді? Олар өзінің аборигендерін жоқ қылып жіберді, өлтіріп, сөйтіп бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысты. Сол бір дүниежүзілік соғысқа қатысқан бір 50-60 мың адамды жіберген екеуі бірігіп, Осман империясына қарсы соғысты. Олар бірінші дүниежүзілік соғыста, Чанаккале соғысы дейді оны Түркияда. Енді ол ұтылды, бірақ олар не істеді? Веллингтон қаласы, мысалға Жаңа Зеландияның астанасы, сол жақта дәу бір мұражай ашты. Сол бір тематикаға топалдай бір музей, мұражай ашты. Ол мұражайға неше түрлі реалистік, сол кезде өмір сүрген персонаждарды, олардың оқиғаларын, неше түрлі пулеметтерді қойған, мүсіннен жасап барлығын шығарған. Ал енді ол сол жалғыз бірінші дүниежүзілік соғыстан ғана, ол 200 жыл ғана тарихы бар мемлекет. Бізді алып қараңыз. Біздің мемлекет қола дәуірінен ерте басталады. Сақтар бар, одан кейін ғұндар бар, қаңлылар бар. Ол едігенің мысалы мүсінін қойсаң, өмір салттарын қалай сүргенін, неше түрлі қылыштарын қоясың. Одан кейін бумын қағанымыз бар. Қаншама қағанаттарымыз болды. Одан мына Атлас шайқасы болды, мына Жамбыл облысында, арабтар мен қытайлардың соғысында да ол бар. Оның барлығын көрсетсең, сосын біздің енді мына қаншама Алтын Ордамыз болды. Алтын Орданың неше түрлі қалалары болды. Одан кейін енді неше түрлі хандықтарымыз болды. Қазақ хандығы болды. Сол адамдардың барлығын шығарып, ол танымал адамдар. Енді ол мысалға Атилла дейді, Атилланы бүкіл дүниежүзі біледі. Ал енді елестетіп көріңізші, сондай мұражай жасап, бүкіл әлемге мысалға соның жарнамасын жасаса, ол деген біріншіден қазақтың, Орта Азияның, жалпы өзбек, қырғыз, татар барлығының қалай рухын көтерер еді. Сосын ол деген біздің яғни Қазақстан халқы ретінде, мемлекет ретінде өзінің деңгейін қалай яғни күшті көтеретін еді әлемдік, яғни әлемде де. Өзіңіз қалай ойлайсыз, соны комментарий жаза кетсеңіздер.